Сәлеметсіңдер ме балалар, сауат ашу негіздері сабағына қош келдіңіздер. Ын дыбысы мен әрпі. Мақсаты ын дыбысын анық айтуға жаттықтыруға, фонемалдық есту қабілетін жетілдіру. Құрамында ын дыбысы бар сөздерді талдау, ынды әрпі баспа және жазба түрін көрсету, көркем жазуға тәрбиелеу. Балалар, бүгінгі күнімізді біз шаттық шеңберден бастаймыз, бәріміз бірге қайталаймыз. Амансың ба алтын күн, амансың ба көк аспан, амансың ба достарым, сендерді көрсем қуанам. Өте тамаша. Балалар, бүгін біз сендермен бірге ын дыбысымен танысамыз. Жұмбақ шешеміз. Табаныма байладым, қос таяқпен айдадым. Ол не? Балалар, осы суреттің ішінде ол қандай зат екен айтып бересіңдер, жұмбақты шешіп береміз. Ын дегенім тан, арайланды ман. Балалар, тан деген сөз ын дыбысынан аяқталады. Оны есімізге сақтаймыз. Тан деген сөз. Ал мынау суретке назар аударамыз. Балалар, мынау жануарлар барлығы жабайы жануар деп атаймыз. Олар орманда тұрады. Оларды ан деп атаймыз. Тон. Тон деген сөзді балалар кәне буынға бөлеміз. Тон. Неше буын болады? Және ын дыбысы қай кезде кездеседі? Басында ма, ортасында ма, әлде аяқ кезінде ме? Соны айтып өтеміз. Және балалар, 10, кәне буынға бөліміз. 10. 10 деген балалар ол, мысалы, сан болады, және 10 жақ деп айтылады, е? Мысалы, 10 қолыңды көтер деп айтамыз, 10 санды жаз деп айтамыз. Ын дыбысы балалар аяқ кезінде кездеседі, сөздің аяқ кезінде. Балалар, қоныс, кәне буынға бөліміз. Қоныс. Қоныс деген сөз неше буынға бөлінеді? Ын деген әріп қай буында кездесетінін айтасыңдар. Енді балалар, міне шаңғы. Шаңғыны балалар өздерінің шапалақпен буынға бөлесіңдер. Неше буыннан құрастырылғанын айтасыңдар. Және ын дыбысы қай буында кездесетінін айтасыңдар. Ал енді балалар бәріміз бірге айтайық. Балалар, ын дыбысы дауысты бола ма, әлде дауыссыз бола ма? Дұрыс. Ын әрпі балалар дауыссыз болады. Ын әрпі мен ны әрпімен айырмасы барғандай. 10 аяқтың басында ол тұзақ іліп қалғандай. Ны дыбысында балалар таяқшасы жоқ, ал ын дыбысында таяқшасы бар төмен жағында. Енді тыңдаймыз. Шанда бар, желде жоқ, тозанда бар, құйында жоқ. Бұл қандай әріп? Балалар, осы жұмбақты шешеміз. Шанда бар, желде жоқ, тозанда бар, құйында жоқ. Бұл қандай әріп? Осы шанда, тозанда деген сөзде қандай әріп кездеседі? Міне балалар, ын дыбысы балалар төмен жағында таяқшасы кездеседі, жазылады. Ал ныда жазылмайды балалар. Оны есімізге сақтаймыз. Сергіту сәті бәріміз бірге қайталаймыз. Қолға қалам алайық, дәптерімізді ашайық, әдемі етіп жазайық, салалықтан қашайық. Балалар, біз дәптерге жазғанда әдемі жазу керекпіз. Енді келесі кезек балалар, дәптермен жұмыс жасаймыз. 12-ші бетті ашамыз. Бірінші тапсырма. Суретте не болып жатыр деп ойлайсың? Суреттен ын дыбысы естілетін сөздерді ата. Қайсы қамбақ, қайсы қоныс. Соны балалар, сендер мына төмен жағында 4 бұрыштың ішінде дауысты және дауыссыз талдау жасалған көрсетілген, соны айтып бересіңдер. Қайсы қамбақ, қайсы қоныс. Енді балалар, қанбақ пен қонысдың саяхаты, соны тыңдаймыз. Қанбақ пен қоныс саяхаттап шықты. Бір мезгілде қанбақ шұңқырға түсіп кетті. Қоныс ынылдап жүріп,
оны әрен тартып шығарды. Осылай келе жатқанда десен деген дауыс естілді. Бұл қиын еді ғой. Қанбақ онымен бірге домалай жөнелді. Тіпті досына айтатын сөзін де ұмытып қалды. Қонызды Жапырақ шақырып алып паналатты. Өйткені тырс-тырс етіп жаңбыр келіп қалған екен. Балалар, бұл әңгімені сендер мазмұндап айтып беру керексіңдер. Қанбақ пен қоныз деп аталады. Енді осы әңгімеге сұрақтар балалар. Қанбақ қонызға не айту керек еді? Соны жауап бересіңдер. Қонызға не көмектесті? Табиғат құбылыстарының қайсының атауында дыбысы естіледі? Үнді дауыссыз дыбыс. Балалар, есімізге сақтаймыз. Дауыссыз үнді дыбыс. Дыбысынан сөз басталмайды. Осыны есімізге сақтап қоямыз. Әрі қарай тапсырма. Қайсының дауысы? Шын, дың. Балалар, міне мынау төмен жақта суретті сендер қандай дыбыс келтіретінін көрсетіп бересіңдер сызып. Әріпімен таныс бол. Келесі тапсырма. Әдемі моншақтар әріпін жазамыз. Балалар, моншақ болмаса таяқшадан жасамыз, және дыбысын біз әдемілеп, асықпай қаламен жазып шығамыз. Балалар, сиқырлы сөздер осыны оқимыз. Шын, тан, аншы, танқырай, шаңғы деген сөздерді оқып шығамыз. Тапсырмаларды орындап, кері байланыс жасаймыз. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.